Hello everyone, how are you doing? Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар? Қалдарыңыз қалай? This is our lesson, What is the world? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы What is the world? Әлем дегеніміз не? деген тақырып болады. The grammar today we speak about relative clauses. Бүгінгі біздің сөйлейтін грамматикалық тақырыбымыз бұл қатыстық сын есім. Енді ағылшын тілінде, қазақ тілінде де қатыстық сын есім бар. Бірақ та сіздер білесіздер, қазақ тілінде қатыстық сын есім жалғау мен жұрнақ арқылы жасалынады. Менің мысалы неде тұратын құрбым, қандай құрбым? Тұратын, Лондонда тұратын құрбым деген сияқты біз бір жерге немесе адамға қатысты қылып айтамыз. Енді бұның қазақша кішкене ағылшын тілінде білесіздер, көбінесе жалғау деген қосылмайды, көбінесе оларда союзбен немесе осындай сөздерді біріктіретін сөздермен жасалынатын болғандықтан кішкене оны орыс тілімен баламалап түсіндірген кішкене дұрыстау болады. Мен қазір өзіміздің тақтамызды ашайын, және мені тақтамызда жазып қояйын, relative clauses деп. Relative clauses дегеніміз ол біздің relative clauses, бұл біздің яғни қатыстық сын есім деген тақырыбымыз. Енді оның түрлері мінекей. Who бұл адамға байланысты who, және оның жақшаның ішіне whom деп қояйын. Who кім және кімнің. Енді бірақ та бұлар қатыстық сын есім болған кезде, құрметті қатысушылар, кімнің деген мағына білмейді, который деген мағына білмейді. Бірақ та мен айтып отырмын, енді бұны кішкене баламалағанда, енді біз көбінесе давайте орысша кішкене түсіндірейін, себебі бұны қазақша түсіндіретін болсақ, сіздер дұрыс түсінбей қаларыңыз мүмкін. Сол себепті қолдануын қалай түсінесіз, қалай қолданатынын түсіндірейін, одан кейін қай жерде қолданылатынын ақырын түсіндірейін. Енді одан басқа which деген бар. Which дегеніміз заттарға қолданылады, көп деген заттарға қолданылады. Where дегеніміз бұл бір жерге қолданылады, бір местаға қатысты. When дегеніміз бұл біздің уақытқа қатысты. Енді мен бұны сіздерге былай түсіндіріп айтайын. Қатыстық сын есім ағылшын тілінде who адамдарға қатысты, which заттарға қатысты, where мына жерге whose дегенді де жазып қойын. Whose чей, кімдікі. Where место бір орынға қатысты, when уақытқа байланысты дейді. Бұлардың барлығының аудармасы который, которая, которые деп аударылады. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай who относится к людям, which относится к вещам, where к месту, when к времени. Осылай кішкене сіздер дұрыс түсінесіздер деген ойдамын. Енді мен айтайын. Ол қалай қатыстық сын есім дегеніміз не? Мысалы, мен сізге бір сурет көрсетемін. Бұл суретте екі адам тұрады. Бұл екі адамның біреуі отыр, біреуі тұр, екі ер адам. Мен айтамын, мынау суреттегі менің ағам. Қайсысы менің ағам? Екеуінің қайсысы? Сонда мен қатыстырып айтамын. Тұрып тұрғаны, тұрып тұрғаны ол менің ағам. Қатыстырып айтып отырмын ғой, тұрып тұрған адамға. Ал орысша айтқан кезде мужчина, который стоит, тұрып тұрған, это мой брат. Көрдіңіздер ме? Сонда біз адам болғандықтан who дегенді қолданамыз. Енді мысалы мен айтайын, сіз анау көрші үйде тұратын, анау көрші үйде тұратын адамды танисыз ба дейікші? Енді сондай сұрақ қойға ағылшынша. Енді қазақша кішкене қиындау. Осы жерде енді мен сізге кішкене орысшалап түсіндіріп жіберейін, баламалап жіберейін. Вы знаете человека, который живет в соседнем доме? Do you? Бұл жалпы do you болып кетеді. Неге? Себебі знаете ли вы в общем, жалпы. Знали ли вы деп тұрған жоқпын. Знаете ли вы? Do you? Do you know? Do you know? The man. Ана адамды, who, который, мінекей, lives, мысалы, next door. Орысша келген кезде, мына жерде who, неге біз who? Себебі бұл анау көрші үйде тұратын ер адамды
танисыз ба, иә? Тұратын ер адамды танисыз ба? Қатыстырып айтып отыр ма? Қатыстырып айтып отыр. Немесе қандай қазақша мысал келтірсек болады? Мен былтыр Лондонда тұратын құрбыма бардым деп, посетила деп, мысалы. Енді біз бұл жерде кішкене сөйлемді орысша айтқанымыз дұрыс келеді, қазақша кішкене тағы да баламасы дұрыс келмей тұр. Вот моя подруга Джейн, которую я посетила в прошлом году, живет в Лондоне. Или я посетила мою подругу, которая живет в Лондоне, да? Бұл жерде менің сіздерге мақсатым whom дегенді қолданғым келіп тұр. Сол себептен сөйлемді мен былай бастаймын. Я посетила подругу, которая живет. Whom, да? Мен посетила. Кого посетила? Подругу. Сол себепті мен осы жерде whomды қолданғым келіп тұр. Мен айтайын. My friend Jane. Jane. Моя подруга Джейн, кого я посетила, да? Кого я посетила? Whom I посетила, біз өткен жақта болғандықтан сөйлемді өткен жақта құрастыра береміз. I visited. Whom I visited last year. Мысалы, живет в Лондоне. Lives in London. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде мінекей менің айтқым келіп тұрғаны моя подруга өтірік болады, my friend Jane. Вот, my friend Jane. Бұл жерде былай деді. Моя подруга Jane, которую я посетила. Whom? Которая живет емес. Которую я посетила, мен оған барған деген кезде біз whom дегенді қолданамыз. Ал егер моя подруга, которая живет в Лондоне болса, онда my friend Jane who lives in London болады, де, мұнда Лондонда тұратын подружкамды мен барып көріп келдім деп айтатын болсақ, мысалы, I visited my friend Jane who lives in London. А бұл жерде мен именно сіздерге өзімнің подругамды, Лондонда тұратын емес, подругамды барып көріп келдім деп айтқым келіп тұр, whomды қолданғым келіп тұр. Енді біз қандай айтсақ болады, мысалы, which дегенді айтайықшы, which дегенге мысалы бір жаңа кітап, қандай да бір жаңа кітап мен оқыған, мен только что оқыған, мен қазір ғана оқып бітірген кітап мені сондай күшті әсерлендірді дейік, кітап. Енді ол орысша былай болады, книга, которую я только что прочитала, впечатлила меня, или немесе новая книга, которую я только что прочитала, меня впечатлила болады. The new book, new book. Енді бұл жерде book зат болғандықтан, біз бұл жерге which'ті қолданамыз. Which, the new book, which, которую I have just read. Только что я прочитала, да? Impressed me. Міне, осы жерде бізде жаңа кітап, which, неге which? Себебі бұл затқа байланысты болып тұр, біздің бір затқа байланысты болғандықтан, которая, книга, которую я прочитала. Көрдіңіздер ғой? Которую. Енді бізде қараңыздар, which дегеніміз бізде бұл көбінесе заттарға да, орындарға да қолданыла береді. Ал енді біз келесі бір место дедік, place, where деген бар бізде. Place дегенді біз қалай қолданамыз? Оны қолдану үшін біз where аламыз. Мысалы, мынау дейді, мына үйде мен өскенмін, мына үйге қатысты қылып айтып тұрмын. Это дом, который я вырос, где я вырос деп айтатын болсам, мысалы, this is the house, это дом, where, I
grew up. Я выросла. Енді қараңыздар, біз бұл жерде where десек болады, немесе которыйды қолдансақ болады. Неге мен жаңа сіздерге which дегеніміз біздің осындай қатысты есімдікке жатады. Ол орынға да, уақытқа да, затқа да қолданыла береді. Бірақ екі талай сөйлегенде дейді ма? Ауызекі сөйлегенде. В разговорной речи мы можем использовать и which, и where. Айта аламыз ғой, это дом, который я вырос. Это дом, где я вырос. Сол себептен which and where. Where дегеніміз бізде официальный формада қолданылатын болса, which дегеніміз бізде көбінесе, яғни ауызекі сөйлеуде біз осыны қолданамыз. Жақсы. Енді тағы да бір сұраулы сөйлемді қойсақ, здесь есть магазин, где, например, где я могу купить себе хлеб, мысалы сұраулы сөйлемде здесь есть ли магазин? Есть. Жалпы сұрап жатқандықтан бізде из алдымызға шығады. Неге? Себебі ол магазинға қатысты болып тұр. Is there a shop? Мен бір ғана магазин сұрап тұрмын ғой. Is there a shop? Where? Где? Қараңыздар. Немесе где, немесе which болады. Which. Где я могу купить, например, which I can buy some bread. Енді қараңыздар. Есть ли здесь магазин, который я могу купить хлеб? Или есть ли здесь магазин, где я могу купить хлеб? Біз when'ті, which'ті қолдана береміз. Енді бізде when'іміз қалды. When дегеніміз уақытты білдіреді. Мысалы, 2000 жыл, жоқ, 2000 год – это год, в котором мы поженились деп айтатын болсақ, басында мен 2000 деген жазамын. Это год был. Был. The year, да, годом, это был годом, the year, когда мы поженились, или в котором мы поженились. Здесь біз when қолданамыз, немесе which-ті қолданамыз. Міне сіздер көріп отырғандай, when да, which та мына жерде бізде, яғни который деген мағынаны білдіріп отыр. Которым мы поженились. We got married. Енді мұнда қараңыздаршы. Мен when'ді де which'ті де қолданып отырмын. Мына жерде де where мен which'ті қолданып отырмын. Неге? Себебі which бізде универсальный, барлық жерде қолданылады. Барлық жерде емес, адамға қатысты қолданбайды. Заттарға, орындарға және де уақыттарға қолданыла береді. Мысалы, немесе қандай біз осы уақытқа байланысты айтатын болсақ, это был момент, когда я, например, поняла, что я счастлива. Это был момент, когда я поняла, что я была счастлива. It was the moment when немесе which болады. Мұнда да біз when немесе which'ті қолдана береміз. I understood. Я поняла өткен жақта, что я счастлива дейміз. I understood that I am happy немесе I am happy. Мұнда біз этот момент, когда я поняла, или это момент, который я поняла, что я счастлива деп. Мінекей, бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз жалпы осы relative clause дегеніміз қатыстық сын есім, және бізде осы which дегенді, мына which дегенді заменять ететін that дегеніміз бар. That. Яғни біз бұл that дегенді көбінесе қолдана береміз, which'ті заменять еткен кезде that деп қолдана береміз. Көбінесе. Мысалы, I like the meal that you cooked yesterday. Мне нравилось блюдо, которое ты приготовил деген кезде біз, мысалы, блюдоға, mealға, which'ті де қолданамыз, that де қолданамыз. Жарайды, осы мысалды жазып кетейін, кішкене екі жол тастап, I liked ұнады the meal. Мына жерде which'ті қолданамыз, немесе оны алмастыратын that деген қатыстық есімдік бар. That you cooked yesterday. Мінекей,
біз бұл жерде whichті де қолдансақ болады, немесе thatті де қолдансақ болады. Осы сіздерге түсінікті ма? Енді мен демонстрацияны тоқтатайын. Демонстрацияны тоқтатып болғаннан кейін, жалпы мінекей бірінші біздің listeningті көрсетейін. Listening дегеніміз біздің тыңдалым. Тыңдалымды ашып, мына өлеңді жақсылап, кешіріңіздер, мына аудионы тыңдайсыздар, мына жерге сөздерді қойып шығасыздар. Осы сөздерді қойып шығып болғаннан кейін, келесі тапсырма writing-ға көшеміз. Writing-ға көшкен кезде, қазір бір минут тұра тұрыңыздар, мінекей жоғары істеп алайын. Мінекей мына жерде, мына сіздерде сөйлемдер тұр. Осы сөйлемдерде мінекей қараңыздар, a hotel is place, да, место, которое, мұнда, енді сіздер білесіздер, жаңағы грамматика тақырыпта where немесе which болады. Өйстіп өздеріңіздің жауаптарыңызды осында жазып, яғни бізге проверкаға жібересіздер. Жақсы. Келесі біздің тақырыбымыз, енді бізде reading-ті ашайық. Reading-тен кейін speaking-ті түсіндіріп беремін. Яғни мұнда сіздер тексті көріп тұрсыздар. Осы текстпен жақсылап танысасыздар, оқисыздар, аударасыздар, және оның астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Енді біз reading-тің тақырыбында, яғни сөйлеу тұр, мына екі суреттің ішіндегі қайсысы healthy, қайсысы unhealthy, яғни пайдалы, пайдасыз, неге пайдалы, неге пайдасыз. Енді қазір суретте көріп тұрғандай, пайдасыз болса да осы көп қолданылатын заттардың қатарында тұр, мыналар. Сол неге екенін өздеріңіздің ойларыңызбен 2-3 сөйлеммен айтсаңыздар жеткілікті. Астына жазып жібереді екенсіздер. Жақсы, бұны жазып жібергеннен кейін келесі бізде speaking-ға көшеміз. Мінекей speaking, ол бізде 11-те 3. Speaking-ді ашамыз. Бұл speaking-да мінекей how do you think? Мына сұрақтарға жауап бересіздер. Do you drink enough water? Міне осы сұрақтарға жауап беру үшін микрофонды басасыздар. Міндетті түрде сұрақтарға жауап бересіздер. Тіпті оны на проверку отправить. Содан homework деген бар. Ең соңғы біздің үй тапсырмасын орындау. Үй тапсырмасында сізде 4 тапсырма болады. Яғни тыңдалым, жазылым, оқылым және сөйлеу. Соның біріншісі тыңдалым. Мына аудионы қосасыздар. Осы аудионы қосып, мына астында бос кеткен сөздердің орнын толықтырасыздар. Мұқият тыңдаңыздар, 2 рет, 3 рет тыңдаңыздар, және осы бос кеткен орындар толтырып болғаннан кейін оқуға көшесіздер. Мынау nature, яғни табиғат, осы табиғатты оқисыздар тексті, оның астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Келесі writing. Writing бұл эссе жазу, сіздің эсселарыңыз 15-16 сөйлемнен тұрса жеткілікті. Мұнеке, мына жерден сіздердің эсселарыңызға мұнда көмек ретінде сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, сіз мына эссені толықтай жаза аласыз. Мысалы, good and bad habits, жақсы немесе жаман адамдардың привычкалары туралы, әдеттері туралы жазыңыз дейді. Мысалы, жақсы әдеттер мынандайлар, жаман әдеттер мынандайлар дегеннің өзінде сізде уже 3-4 сөйлем дайын тұрады. What bad habits do you have? Сізде қандай жаман әдеттер бар? Соны жазыңыз. Яғни осыны жазып болғаннан кейін келесі speaking. Speaking-та мына аудионы берілген видео материал жақсылап қарайсыз. Осыны қарап болғаннан кейін оның астындағы сұрақтарға жауап бересіз. Бұның астындағы сұрақтарға жауап берген кезде мына микрофонды басасыздар және сұрақтарға жауап бергеннен болды. Ал құрметті қатысушылар, бүгінгі сабағымызды осымен аяқтайық. Сабақты аяқтау барысында сіздердің маған деген сұрақтарыңыз қойылатын болса, сұрақтар туындап қалса, бізге чатқа жазыңыздар, және күнделікті сіздерге ссылка жіберіп отырылады. Сол ссылкаға сіздер кіріп сабаққа қатыссаңыздар болады. Яғни сабаққа қатысыңыздар, келіңіздер, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Біз сіздерге барлығына жауап береміз. Thank you for your attention. Bye.